Орал қаласында дезинфекциялау жұмысы басталды. Патогендік микробтарды жою жұмысы бұған дейін су басқан саяжай аумақтарында жүргізілуде. Тасқыннан кейінгі сақтық шарасы ауаны тазарту мен микроклиматты қалыпқа келтіру үшін де қажет. Ұлытау облысында 3,7 миллиард теңгенің мемлекеттік сатып алуға қатысты жарияланған байқау тоқтатылды. Заңсыз жарияланған байқауларды облыстық прокуратура қызметкерлері анықтап, жыл басынан бері 12 түрлі мемлекеттік сатып алуды кері қайтартқан. Мәселен, Жезқазған қаласының экономика және қаржы бөлімі автожолдарды жөндеп күтіп, ұстау бойынша құны 1,9 миллиард теңгеге байқау жариялау кезінде қателіктер жіберген. Құқық қорғаушылар облыстық психикалық орталық қызметкерлері жариялаған тендерді де тоқтатқан. Емделушілерді тамақтандыру қызметін көрсетушіні іздеуге 17,2 миллион теңге артық бөлмек болған. Жергілікті атқарушы органдар байқау жариялау кезінде тиісті сараптама жүргізбегені белгілі болды. Сонымен қатар жобалық сметалық құжаттар болмаған, орындаушының жағдайын қиындататын талаптар заңсыз қойылған. Мұның бәрі жарияланған байқауларға жүргізілген талдаулардан кейін анықталды. Нәтижесінде 9 лауазымды қызметкер тәртіптік жазаға, ал 17 қызметші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Биыл 11 учаскедегі 2000 шақырым жол ақылы болады. Қазавтожол оларды бірінші және екінші санатқа бөлгілі отыр. Екінші санаттағы трассаларда жеңіл автокөліктерден ақы алынбайды. Бұған Қостанай, Троицк, Ақтөбе, Орынбор, Ақтау, Бейнеу сияқты бағыттар кіреді. Ұлттық компанияның мәліметінше, биылғы жылдың бірінші кварталында мұндай жолдардан 7,2 миллиард теңге түскен. Ал өткен жылы 17 ақылы трасса бойынша жолаушылар 32 миллиардқа жуық қаржы төлеген. Бұл ақшаны жолдарды күтіп ұстауға, өндірістік материалдар сатып алуға және мердігердің қызметтеріне жұмсалған. Бүгін түнде еліміздің 5 облысында үсік жүреді. Атап айтсақ, Ақмола мен Қарағанды облыстарының батысында, Түркістан және Ұлытау, солтүстік Қазақстан облыстарының солтүстігінде ауа температурасы 1-2 градусқа дейін төмендейді. Қазгидромет мамандарының мәлімдеуінше, еліміздің басым бөлігінде циклон және онымен байланысты суық атмосфералық ағындар күн райына әсер етеді. Соның салдарынан жауын-шашын болады. Ел шығысында қатты жауын жауып, таулы өлкелерде қар түсетіні туралы болжануда. Солтүстік облыстарда бұршақ жауады деп күтілуде. Қосшыда 700 үй жарықсыз қалды. Кеше Астана маңындағы елді мекен тұрғындары электр энергиясынсыз отырды. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше оған апат себеп болған. Нақтыласақ, қаладағы электр желілері үзіліп, халық бірнеше сағат жарықсыз отыруға мәжбүр болды. Мұндай жағдай Ақмола облысының Қоянды ауылында да болды. Толассыз жауған жауыннан 2 жеке тұрғын үй мен 20 аула аумағы су астында қалып, электр энергиясы болмады. Ақмола облысындағы темір жолда тұз қышқылы төгілді. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша, оқиға Аршалы ауданы аумағындағы Сарыоба станциясында болған. Сұйықтық жүк пойызының цистерналарының бірінен аққан. Станция қызметкерлері қауіпті вагонды дереу өзге жаққа сүйреп шығарып, қауіпсіздік шараларын қабылдаған. Құтқарушылардың айтуынша, қазір адам өміріне қауіп төндіретіндей ештеңе жоқ. Қарағанды облысындағы сиырлардан сарып ауру анықталды. Ауру Абай, Шет, Нұра және Қарқаралы аудандарындағы 8 ауылдан шыққан. Қазір инспекцияға байланысты өңірде санитарлық шектеу енгізілді. Мал иелеріне қауіпсіздік ережелерін сақтап, сүтті өзге елді мекендерге шығарып сатпау туралы ескертілді. Ал ауру анықталған 18 бас сойылып, еті залалсыздандырылған соң шұжық зауытына жіберілген. Қазір өңірдегі ірі қара жіті тексерілуде. Еліміздегі су айдындарынан алынған сынамалардың 10% санитарлық нормаларға сай келмейді. Бұл туралы Қазақпарат агенттігі экология және табиғи ресурстар министрлігі берген жауабына сәйкес хабарлайды. Тиісті министрлік тасқын кезінде судың сапасына қатысты талдау жүргізген. Бірінші санаттағы ашық су айдындарынан 1077 сынама алынып, оның 71 микробиологиялық көрсеткіштерге сай болмай шыққан. Ал санитарлық химиялық көрсеткіштерге қатысты 998 сынама жасалып, 95-і сәйкес келмеген. Екінші санаттағы ашық су айдындарынан микробиологиялық көрсеткіштерге 1258 сынама алынды. Нәтижесінде 23-і сай емес. Ал санитарлық химиялық көрсеткіштер бойынша алынған 1189 су сынамасының 61-і сәйкес келмейді. Айта кетуіміз керек, су тасқыны кезінде Ақтөбе, Ақмола, Атырау, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Ұлытау, Абай және батыс шығыс солтүстік Қазақстан облыстарындағы су объектілерінің жай-күйіне бақылау күшейтілген болатын.
Нөсер жауған соң Арменияның солтүстігінде орналасқан Дебет өзені арнасынан асып, Грузиямен шекаралас аймақта 2 адам суға кетті. Тасқын салдарынан көпірлер қирап, темір жол желілері жарамсыз болып қалған. Жергілікті билік зардап шеккен аудандардың 300-ге жуық тұрғынын қауіпсіз жерге көшірді. Грузияның Интерпресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жауын-шашын салдарынан кем дегенде 15 ауылмен байланыс үзілген. Грузия Абхазия мен Оңтүстік Осетияны қайтарып, елдің аумақтық тұтастығын қалпына келтірген соң 2030 жылға қарай Еуропалық одаққа кіреді. Премьер-министр Иракли Кабахидзе осындай мәлімдеме жасады. Ол грузиндердің арманы 2030 жылға қарай бір тұтас және күшті Грузияда Абхаз және Осетин бауырларымызбен бірге өмір сүру. Және осы уақытқа дейін Грузия Еуропалық одақтың толыққанды мүшесі болу керек деді. Тәуелсіздік күнін тойлап жатқан грузиндер үшін қазір Абхазия мен Оңтүстік Осетияны қайтаруға қатысты еш әрекет жоқ. Бүгінде шетел агенті заңы қарастырылып жатқандықтан елде наразылық шаралары күшейді. Егер бұл құжат мақұлданса, Грузияның Еуропалық одаққа мүше болу мүмкіндігі азаяды. 2008 жылдың тамызында Мәскеудегі билік бейбітшілікті қамтамасыз ету операциясы, ал Тбилиси Грузияға қарсы әскери агрессия деп атаған 5 күндік соғыстан кейін Кремль Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындады. Бұдан кейін Венесуэла, Никарагуа, Науру және Сирияда солай істеді. Кейін Ресей сол жерлерде өзінің әскери базаларын орналастырды. Мемлекеттік дума айына 150 мың рубльден артық айлық алатындарға көбірек салық салуды талап етті. Жеке табыс салығының прогрессивті шкаласын белгілеу кезінде төменгі шек Ресейдегі орташа айлық номиналды жалақының 2 еселенген кірісіне тең болу керек. Депутаттар мұндай шешім мемлекеттермен салыстырғанда елдің бәсекеге қабілеттілігін сақтайды деп санайды. Биыл Ресейде орташа номиналды жалақы шамамен 78,4 мың рубль. Сондықтан 150 мың рубльден жоғары алатындар үшін салық жүктемесін арттыру жоспарланып отыр. Бұл бір жыл 1,8 миллион рубль кіріс кіреді деген сөз. Қазіргі уақытта Ресейде жеке табыс салығының 2 сатылы шкаласы бар. Оған сәйкес табысы жылына 5 миллион рубльден аз азаматтар 13%, ал қалғандары 15% салық төлейді. Өңірлерде соңғы қоңырау соғылып, тағы бір оқу жылы аяқталды. Соның аясында көп жылғы адал еңбектері мен білім саласының дамуына үлес қосқан 240 қазақстандық педагог марапатталды. Олардың 190-ы Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгі, яғни үздік педагог атағын иеленсе, 20 ұстазға еңбек ардагері медалі тапсырылды. 700-ден астам мұғалім оқу-ағарту министрлігінің құрмет грамотасына және оқу-ағарту министрлігінің алғыс хатына ие болды. Білім саласы болашақтың негізі, оның басты тірегі. Бар күш жігерімен білімін баланы оқытып тәрбиелеуге жұмсайтын ұстаздар қауымы. Әр баланың тұлғалық қалыптасуының бастауында сіздер тұрасыздар. Еліміздің білімді, рухани бай ұрпағын қалыптастырып келесіздер. Ұстаздық қызметтегі кәсіби шеберліктеріңіз үшін шынайы ризашылығым мен шексіз құрметімді білдіремін. Биыл 11 учаскедегі 2000 шақырым жол ақылы болады. Қазавтожол оларды бірінші және екінші санатқа бөлгілі отыр. Екінші санаттағы трассаларда жеңіл автокөліктерден ақы алынбайды. Бұған Қостанай, Троицк, Ақтөбе, Орынбор, Ақтау, Бейнеу сияқты бағыттар кіреді. Ұлттық компанияның мәліметінше, биылғы жылдың бірінші кварталында мұндай жолдардан 7,2 миллиард теңге түскен. Ал өткен жылы 17 ақылы трасса бойынша жолаушылар 32 миллиардқа жуық қаржы төлеген. Бұл ақшаны жолдарды күтіп ұстауға, өндірістік материалдар сатып алуға және мердігердің қызметтеріне жұмсалған. Қазақстандағы жүздеген кәсіпорын көршілес елдердің өнімдерімен бәсекеге түсе алмағандықтан жабылып жатыр. Президент агроөнеркәсіп кешенін қаржыландыруды арттыруды тапсырды. Себебі басқа елдерден арзан ауыл шаруашылық өнімдерінің келуіне байланысты отандық фермерлер мен аграрийлер шығынға батып жатады. Осыған байланысты Ауыл шаруашылығы министрлігі агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 2028 жылға дейінгі ұлттық жобасын әзірледі. Ондағы жоспар бойынша отандық өнімдер үлесін ұлғайту және ауыл шаруашылығы паркін жаңарту көзделген. Ұлттық жоба импорт мәселесін толық шешеме. Бүгін 13:00-де түскі формат бағдарламасында талқылаймыз. Тікелей эфир кезінде сіз де толғандырған сұрақтарыңызды студия қонақтарына жолдап жауап ала аласыз. Өткізіп алмаңыз.